елінде, ғажап тіліңде, атың озған азат күніңде. Бүгіннен бастап қазақ және әдебиеті бірлестігінің мүмкіндігі басталып отыр. Әрине, тілге деген құрмет тек қана осы мүмкіндіктің ішінде емес, жыл бойы жалғасады деп ойлаймын. Мүмкіндіктің тақырыбы еркін елдің ертеңі, кемел білім мен ана тілінде деп аталады. Сондықтан қазір ары қарай оқушыларымыз дайындаған біраз іс-шараларымыз бар, сондықтан соны тамашалап, барлығымыз белсене атсалысып, ашық сабақтарымыз бар, ашық іс-шараларымыз бар, сол шараларда белсенділік танытып, мүмкіндіктің аяғында барлықтарымыз әрине белсенділік танытқан оқушылардың барлығы да мұғалімдер де марапатталады. Сондықтан барлықтарында белсенділікке шақырамын. Тіл халықтың жаны, сәні, тұтастай келгенде ұлттық болмысы. Тіл адамды өзінің мұратына жеткізетін ана тілі мен ата дәстүрі. Яғни біз осындай ұлттық құндылықтарымыздың бірі осы ана тіліміз. Тіл барлық ұлтқа ортақ. Яғни тіл жеке адамның жасап алған болмысы емес. Осы орайда Ахмет Байтұрсынұлы атамыз тілі сөзі жойылған халықтың өзі жойылған деп айтпаған. Сол себепті тілімізді қастерлеп, өзге тілді білсек те, өзіміздің тілімізді ұмытпауымыз қажет. Ана тілің арың бол, ұятың болып тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қадірменді оқушылар, бүгінгі таңда тіл мерекесінің ашылу салтанаты. Дегенмен де 10 күн бойы біз тіл тағдыры, ел тағдыры демекшідей, біз тілімізді құрметтеу мәңгілікке жалғасып отырады. Сондықтан да мына Қадыр Мырзалидің жақсы бір өлеңінен